Саламатсыз ба? Сіздің сұрағыңыз бойынша биылғы жылдан бастап 2025 жылдан бастап 8 сәуірден городовой бойынша өзгерістер енгізілді. Ең бірінші өзгеріс, сіз екі үш орында жұмыс жасасаңыз да, ИП-ңіз болсаңыз да, ең көп алуға болатын сомасы бұл 2.499.000 теңге. Яғни ең көбі 7 минималды жалақыдан есептеледі. 7 минималды жалақы 7-ні 85 мыңға көбейткенде 595 мың теңгеден ғана есептеледі. Мысалы, бір орында 200 мың тапсаңыз, екінші орында тек қана 395 мыңды есепке алады. Егер тағы бір жұмыс орны немесе артық табысыңыз болса, ол есептелмейді. Сондықтан осыны есепке ала отырып, алдыңғы, егер сіз мысалы госслужбада жұмыс жасап табыс алып жатсыз, айлығыңыз салық ұстағанға дейін 219.059 теңге, қолға алатыны 179 болса да, налогтармен 219 мың теңге. Егер 12 ай қатарынан городовойға шыққанға дейін есептеліп отырса, онда 920 мың теңге мемлекеттен, именно госслужбадан аударған ақша бойынша аласыз. Ал енді ИП-ға төлеу үшін онда тек қана айырмашылығын төлейсіз. Мысалы, максимальный 595 мың болса, 595 мыңнан жаңағы госслужбаның ақшасын шегеріп тастаймыз. Сонда 375.941 теңгеден ИП арқылы төлеу керексіз. Сонда осы сомадан пенсионный 37.594 теңге, социальное отчисление 16.917 теңге, медстрахование ИП арқылы 5.950 ол тұрақты, және пенсионный от работодателя деген бар. Егер сіз 75 жылдан бастап және одан кіші болсаңыз, ОПВР төленеді. Сонда жалпылама ай сайын ИП арқылы 69.860 теңге төлеу керексіз. Егер ай сайын төлеп отырсаңыз, онда бірінші ай 69.860 теңге төлейсіз. Сосын 2 айдың ақысын қостым, 3 ай, 4 ай, 5 ай деген сияқты. Сонда 12 ай қатарынан төлесеңіз, онда 835.740 теңге сізге кетеді осы жаңағы 4 төлем үшін. Сонда егер 12 ай қатарынан городовойға шыққанға дейін төлеп отырсаңыз, онда 1.578.000 теңге қолға аласыз городовой. Сонда егер де мына екеуін шегеріп тастасам, жаңа төлеген ақшаңызды және қолға алатын ақшаңызды 743 мың теңге пайда болады екен. Егер де жалпылама сіздің, мысалы, мемлекеттік қызметтен алатын 920 мыңды және 1,5 миллионды қосатын болсақ, общий мұны 2.499 мыңнан аспайды. Және ең біріншісі, барлық төлемдерді уақытылы төлеу керек, городовойға шықпай тұрып. Егер де городовойға шығып кетіп, больничный уже тіркеліп тұрса, есептелмейді. Биылдан бастап сондай өзгерістер енгізілді. Сондықтан мына пенсионныйды, мысалы, қазір сәуір айына 25 мамырға дейін төлеуге тиіссіз, 25 майға дейін. Қай айға төлеу керек, соның келесі айының 25-не дейін төлеп отырасыз. Ал ең соңғы ай болған кезде оны ертерек төлеп қоясыз. Мысалы, февральда немесе мартта декретке шығатын болсаңыз, онда февраль есептелмейді, декретке шығатын ай. Мысалы, февральда декретке шығатын болсаңыз, февраль есептелмейді. Ал январьда ертерек төлеп қою керек. Февральдың 25-не дейін емес, февраль басталмай тұрып ертерек төлеу керек. Ең дұрысы, ай басталды ма төлеп тастаңыз, сол кезде ешқандай проблема болмайды. 4 ай деп қойдым. Мысалы, мына сомалар не үшін жаздым? Мысалы, сіз 3 айдан кейін ғана төлей бастасаңыз, және 9 ай ғана төлеп жүрсеңіз, онда мына соманы аласыз. 1.184.214 теңге. Сонда қазіргі уақытта сіздің ең басты міндетіңіз ай сайын уақытылы төлеп отыру.
Мысалы бүгін жетісі, онына дейін төлеп тастаңыз. Ең соңғы айы ертерек төлеп тастаңыз, айдың басында, дородовойға шықпай тұрып. Сонда госслужбадан және ИП-дан жалпылама мына соманы аласыз. Бұдан артық мемлекет бермейді. Осыны биылдан бастап енгізілген. Және 1,5 жасқа дейін пособие есептеген кезде онда 1 жылды есептемейді, 2 жылды есептейді. Соңғы 2 жылдың түскен табыстарын. Және сол 2 жылдың табыстарынан 40%. Егер де сіз жұмысқа шығып кетсеңіз ертерек, онда минимальный ғана соманы аласыз, 20 мың ба сондай. Ал егер жұмысқа шықпасаңыз, 1,5 жыл үйде отырсаңыз, онда жаңағы мына есептелген дородовой және оның алдындағы 1 жылды қосып сізге по уходу за ребенка да есептеледі. Бірақ по уходу за ребенка сізге есептеп бере алмаймын, ол үшін тағы 1 жылдың табысын білуім керек. Сол үшін тек қана мынау дородовой, то есть бала туғанға дейін 100 туғанға дейін до родов общий 126 күн, ал 56 күн туғаннан кейін, и туғанға дейін қанша сонда? 126 минус 56, 70 күн. 70 күн, бала туылғанға дейін 70 күн ертерек, мысалы 7 айдан кейін берілетін сома осы. Және общий дородовойды биылдан бастап именно поликлиникада главный врач дәлелдеу керек. Жай жаза салу, бухгалтер жаза салу деген болмайды қазір. 2 больничный лист болады сізде, біреуі госслужбадан, біреуі ИП-дан. Вот осы сұрақтарыңыз болса, жауап беремін. Сұрақтарыңызды қойсаңыз болады. Міне, ай сайын төлейтін сомаңыз міне, төлеп отырасыз. Және ИП-нің табысы ай сайынғы 375 мыңнан кем болмау керек. Кем болса, онда есептемейді сіздікінде. ИП-нің табысы, егер мысалы сізде осы айда ондай табыс түспей қалса, онда фискальный чек ұрып өзіңіз саттым деп көрсету керексіз. Сау болыңыз.